Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік елінің нағыз оригинал баклавасының рецептімен бөлісемін. Сіздерге баклаваның екі түрін көрсетемін. Бірінші түрі қатпарлы баклава, екінші түрі миди баклавасы деп аталынады. Өте оңай жасалынады және барлығы қолжетімді заттардан тұрады. Менімен бірге жасап, видеоны соңына дейін қараңыздар. Баклаваның қамырын жасамастан бұрын қыздар сіздерге міндетті түрде тараз керек болады. Қамырын жасау үшін көз мөлшері деген болмайды. Қамырын дайындаймыз. Жылы су құямыз, оның үстіне сұйық май құямыз, ерітілген сары май құямыз, міндетті түрде ертіп суытып құямыз. Содан соң барып бөлме температурасындағы 15% қаймақ саламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа міндетті түрде бөлме температурасында тұруы керек. Яблочный уксус қосамыз. Ол болмаған жағдайда лимон шырынын пайдалансаңыздар болады. Барлығын толықтай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте қопсытқыш саламыз. Алдын ала електен өткізілген және таразыға салынған ұнымыздың, мөлшенген ұнымыздың барлығын қосамыз. Бірден қосамыз, жарты бөліктен қоспаймыз, барлығын бірден қосып жібереміз. Сол үшін сіздерге айтып жатырмын, міндетті түрде таразы болса, қорықпай ойланбастан қоспамызды қоса береміз. Ендігі кезекте лопаткамен барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бірінші кезекте, содан соң барып қолымызбен көмектесіп жібереміз қамырдың жиналуына. Түрік елінің бір ерекшелігі, олар ыдыста илемейді. Полный барлығын босатып, столдың үстінде қамырды жақсылап тұрып иін қандырады. Сол үшін сіздер ыдыстан босатып, столдың үстінде алып, қамырды ары тартқылап, бері тартқылап, жақсылап тұрып иін қандырамыз. Видеода қалай көрініп тұр, дәл солай жасаңыздар. Сонда қамырға қосқан сары майымыз міндетті түрде еріп, қамырға жақсылап тұрып сіңуі керек. Дәл осылай 5-6 мәрте қайталап, қамырмен жақсылап тұрып жұмыс жасаймыз. Шамамен бір 15 минут дәл осылай жасасаңыздар, қамырдың иі қанып, жайған кезде де, қамырды түйген кезде де сіздерге өте жақсы көмектеседі. Бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Енді начинкасына мен осындай арахис пайдаландым. Қолжетімді әрине. Мен осыны магазиннен, яғни дүкеннен шамамен 1000 теңгеге алдым. Сол маған жеткілікті болды. Осындай блендермен жақсылап тұрып езіп, ұнтақтап аламыз. Егер блендер болмаса, оқтаумен істесеңіздер де болады. Міне дәл осындай болып ұнтақталып шықты. Екінші арахистің түрі, яғни жаңғағымыз, ол фисташковый, яғни жасыл жаңғағымыз. Дүкендерде осындай түрі сатылады, ашылып, өте арзан бағада түсті. 1500-2000 теңгеге жуықтап алсаңыздар сіздерге жетеді. Әсемдік үшін, қамырды жайған кезде бетіне себу үшін пайдаланасыздар. Жаңағы біздің өткізілген арахисімізге жұмыртқаның ақ уызын салып, қасықпен немесе жаңағыдай блендерге салып, жақсылап тұрып араластырып алсаңыздар болады. Ол міндетті түрде блендер болуы маңызды емес, әрине. Қасықпен немесе қолымызбен жақсылап тұрып араластырсаңыздар болды. Қолға салып, осылай домалақ шариктер жасап шығамыз. Ол бір-біріне жабысып тұруы керек. Міне менде дайын болды. Әбден қанып тұрған қамырмен жұмыс жасаймыз. Қамырды екі бөлікке бөлеміз. Екінші бөлігі баклаваның екінші түрін дайындауға керек болады. Ал бірінші бөлігі қазір дайындап жатқан миди баклавасына пайдаланамыз. Қамырды дәл осылай қолмен ішкі бөлікке жинаймыз. Содан соң барып екі бөлікке бөліп домалақтап жаятын боламыз. Міндетті түрде жүгері крахмалын пайдаланамыз. Егер таппаған жағдайда картоп крахмалымен ұнды араластырып пайдалансаңыздар болады. Ескертетін жағдай, қамырды жайып жатқан кезде мүлде ортасынан баспаймыз. Осылай оқтаудың екі шетімен қамырды жаямыз. Себебі қамыр өте жұмсақ, сізді тыңдайтын жайылуы тез қамыр. Осылай чұқа етіп жайып аламыз. Міндетті түрде сіздің астыңыздағы столыңыз міндетті түрде светі көрінетіндей чұқалықта жаямыз. Қандай зат қойсаңыз да соның көлеңкесі көрінетіндей болу керек. Өте чұқа қылып жаямыз. Ешқандай жыртылып кетпеу керек. Оқтаумен емес, осындай өте чұқа турбалар пайдалансаңыздар болады. Базарларда сатылады. Өйткені қазір біз оқтаумен жайсаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың өрнегі көрінбей қалады. Сол себепті де осындай турба пайдалануға кеңес етемін. Осылай жинап алғаннан кейін екі шетке ысырамыз да
қамырды осылай босатып шығарамыз оқтаудан. Мүлде асықпаймыз, себебі жыртылып кетуі мүмкін. Асықпай босатамыз. Содан соң барып қамырымызды ортаға жинаймыз. Екі шетінен ортаға сырып жинаймыз, себебі қазір біздің өрнегіміз әдемі шығуы керек. Осылай екі саусақты қойып, фисташковый жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Әрине ол өз қалауыңыз. Міндетті түрде екі саусақты қоямыз, себебі қазір біз пышақпен кесеміз. Жаңағы дайындап қойған начинкамызды қоямыз, дәл осылай орнатып әдемілеп қойып шығамыз. Қамырмен екі бетінен әдемілеп тұрып жабамыз. Ешқандай қамыр жыртылмауы керек. Енді екі қолмен жаңағы орын қалдырған жерімізден қатты қысып басамыз. Барлық жерінен дәл осылай жасап шығамыз. Пышақпен кесеміз. Содан соң барып екі ұшынан ұстап тұрып, келесі бетке аударып, жаңағы өрнегімізді әдемілеп тұрып шығарып, дәл солай екі қолдың ұшымен қаттырақ қысып басамыз. Міне мини баклавасының формасы дәл осылай болып шығады. Тағы да қайталап көрсетіп жатырмын, мұқият қарап алыңыздар. Келесі кезекте қатпарлы баклавамызды дайындаймыз. Ол үшін жаңағы дайындаған қамырымызды осылай ұзынша етіп созып, таразының көмегімен қамырымызды жеті, одан да көп бөліктерге бөлеміз. Міндетті түрде бөлген бөліктеріңіздің барлығы бірдей болуы керек граммы. Сол үшін де қыздар, сіздерге таразы міндетті түрде керек болады. Қамырдан кесілген бөлігімізді қолмен осылай әдемілеп домалақтаймыз. Бұл жерде өздеріңіздің қалауларыңыз үлкен, кіші болуы, бірақ бөлген бөліктеріңіздің барлығы граммы бірдей болуы керек. Мен 7 бөлікке бөлдім. Қатты суланған майлығымызды жақсылап сығып, бетіне жауып қоямыз. Себебі қамырымыз кеуіп кетуі мүмкін. Осылай оқтаумен домалақтап жаямыз. Қамырды жаңағы ескерткенімдей ортасынан басып жаймайсыздар. Оқтаудың екі шетімен әдемілеп жаясыздар. Себебі бұл қамыр өте жұмсақ, тыңдағыш қамыр. Өте тез жайылады және де жылдам жайылатын қамырлардың бірі. Мінекей біз 7 бөліктегі қамырды жайып болдым. Ендігі кезекте осылай ұшынан кесеміз, қатты емес. Біз 4 бұрышты форма жасау үшін. Видеода қалай көрініп тұр, дәл солай жасаңыздар. 4 шетінен осылай әдемілеп тұрып кесіп аламыз. Әрбір қамырдың ұшынан дәл осылай кесіп алып тастаймыз. Содан соң ұзынша етіп, кесіп 4 бұрышты форма жасаймыз. Мейлінше барлық жері 4 бұрышы бірдей болғаны жақсы. Соны қадағалаңыздар. Сонда сіздердің қатпарлы баклаваларыңыздың формасы өте әдемі болып шығады. Дәл мен сияқты екі қамырды бір-бірінің үстіне қойып 14 қабат қылып жасасаңыздар да болады. Ол міндетті емес. Бірақ солай екі қабаттап істесеңіздер, қамыр қалың болып, қатпарлы болып, әдемі болып шығады. Дәл жаңағы начинканы пайдаланамыз. Оны домалақтамаймыз, жай ғана қолмен қысып, сопақша қылып, осылай жасаймыз. Фисташковый жаңғағымызды себеміз, ол міндетті емес қыздар. Қаласаңыздар сеппесеңіздер де болады. Осылай начинкамызды қойып, екі ұшын бір-біріне біріктіреміз. Міне қатпарлы баклаваның формасы да дайын болды. Видеода тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар. Келесі кезекте баклаваның бетіне құятын сары майды дайындаймыз. Сары майымызға сұйық майымызды құйып, толықтай ерітіп, осылай көбігін алып тастаймыз. Марылмен де алып тастасаңыздар болады. Ең бастысы біздің сары майымыздың бетіндегі ақ көбіктен арылуымыз керек. Қасықпен де осылай алып тастасаңыздар болады. Ақ көбіктен арылмасаңыздар, сіздердің баклаваларыңыз күйген дәм беріп тұрады. Осылай баклаваны жақсылап тұрып жағып шығамыз бірінші кезекте. Содан соң барып қалған майымызды толықтай құйып жібереміз міндетті түрде. Сонда сіздердің баклаваларыңыз осы сары маймен қуырылып әдемі болып пісіп шығады. Ендігі кезекте шәрбәтін дайындаймыз. Суымызға қантымызды салып, толықтай жарты сағаттай қайнатамыз орташа отта. Содан соң барып бір лимон тілімін сығып салып жібереміз. Сонда ерекше бір дәм беріп тұрады. Асықпай 35 минут қайнатуларыңыз керек орташа отта. Міндетті түрде қыздар. Ыстықтай шыққан баклавамызға сақылдап қайнап тұрған шәрбәтімізді толықтай құйып жібереміз. Ыстықтай құюға тырысыңыздар, сонда шәрбәт тез сіңеді баклаваға. Бөлме температурасында 5-6 сағаттай суытып, содан соң бір күнге тоңазытқышқа салып қоямыз.
Міне біздің баклавамызды осылай әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, өте қатпарлы болып шығады. Менің жолдасыма ең қатты ұнағаны осы қатпарлы баклава. Мидий баклавасы да өте дәмді болып шығады. Тапсырысқа немесе қонақ келген жағдайда жай ғана отбасыңызға жасап берсеңіздер де болады. Ескертетін жағдай, әсел пешке пісіретін болсаңыздар, асты үсті жақын пеш болса 150 градуста асықпай 45 минут пісіріп алыңыздар. Себебі арасы шикі болып қалуы мүмкін. Ал асты үсті алыс пеш болатын болса 180 градуста 35 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жасалу жолы да, начинкасы да барлығы қолжетімді. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен салған видеоның барлығы сіздерге көрінетін болады. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де түрік елінің басқаша түрлі баклаваларын алдағы уақытта ұсынамын.